Баршаңызға сәлем. Айзада шебер курсына қош келіпсіздер. Көпшіліктің сұраулары бойынша мен сіздерге астарлы шапан, сырмалы шапанды қалай пішіп, тігуін бөлшектеп көрсетемін. Қалтасын қай уақытта салу, осылардың бәрі мұқият қарасаңыздар, оңай үйреніп аласыздар. Ұнаса лайк басып, подписаться етіп, колокольчикті басыңыздар. Келесі түсірілімді жіберіп алмау үшін Инстаграмма да тіркеліп алыңыздар. Ол жерде де сіздерге керекті көптеген тігістеріміз бар. Және де YouTube каналымда, Инстаграмымда досыңызға, туған туыс бауырларыңызға да тарқата жүріңіздер. Олар да артық шығынсыз үйде отырып киім пішіп тігуді үйреніп алсын. Кәні біз киімімізді бастайық. Сырмалы шапан жилеткаларды осылай бірінші пішіп алып, астына синтефон қойып сырып аламыз да, кейін артығының бәрін айландырып, осылай қырқып тастаймыз. Міне біз сырмалы неге қалта саламыз. Ол қалтаны бірінші құрақ құрап аласыздар қалтаға. Өте сәнді жарасады. Асты сырылған жан-жанын қырқып тастап, осылай міне құрақты құрап, бірінші қалта салынады. Осылай. Міне жеңді де осылай артық жайының бәрін қырқып аламыз. Бұл жерге де осындай құрақты, құрап қойған құрақты бірінші тігіп аламыз. Осылай құрап аласыздар. Өзіңіз қандай құрақ құрайсыз, сондайды қоюға болады сәндеп. Міне примерка жасап жатырмыз. Екі бүктеп, оны міне тігіп аяқтадым. Көктеп, ірі көктей саласыз. Екі рет бүктеп, екі рет шаншып тігесіздер. Бас жағында тура солай. Қазір міне аударып көреміз. Міне ешқандай ашылып кетпейді. Міне біз алдында, артында дайындап алдық. Қазір біз примерка жасаймыз. Примерка жасау үшін біз осылай қойып, бірінші иығынан боковойларын тігіп шығамыз. Қыздар, сырып болып, дайындап болған кезде сіздер астарын пішіп алыңыздар. Өйткені тура астары да осылай пішілу керек. Міне қазір тігеміз. Міне біз мұқият берік шетін тігіп жатырмыз. Иығынан көрдіңіз бе, алдына қарай 1,5 сантиметр ауып тұр. Бірақ мына бір қолтықтың астынан арт жағы артық болып тұр. Ол артық болған себебі қызым жаңылысып, арқасына да 3 сантиметр қосып қоюы мүмкін. Сол үшін қазір біз оны алып тастаймыз, мына 3 сантиметрімізді. Осылай тігіп аламыз да, кейін қырқып алып тастаймыз. Келесі бетіне де тура солай қойып, тігіп аламыз. Тігіп алып, қазір біз осыны примерка жасап көреміз. Примеркада да сәл кеңдеу болуы мүмкін. Мінекей келесі бетінде тура осылай әр шаншыған кезде қыздар 2 рет шаншып алыңыздар. Өткені примеркада ашылып кетпеу үшін бастаған кезде 2 рет шаншып аласыз. Бұл жаққа да выточкасын тігіп аламыз, иығын осылай тігіп аламыз. Сөйтіп аяқтап шығамыз. Мінекей мұқият қарасаңыздар, өте оңай. Сырмалы шапанда астарын тігуде өте жеңіл. Өстіп тігесіздер. Бұл Айзада шебер курсында өстіп тұрақты қастарында тұрып, осылай үйретіп отырамыз. Өте жеңіл түрінде үйренесіз. Бір шапанды 2-3 күнде тігіп шығады қыздарымыз. Тек мұқият істеу керек. Міне соңына келгенде қазір 2 рет шаншып алады. Өйткені бір шаншығанда ол ашылып кетеді. Ашылып кетпеу үшін осылай 2 рет шаншып, түйместен әшейін қырқып тастайды. Міне, қазір қырқып аламыз. Жалаң қабат жіппен тігу керек біз қыздар. Бір қабат жіппен, көбісі 2 қабат қып сабақтап алады. 2 қабат керек емес, сөгілуде өте қиын болады. Міне қазір выточкасын тігіп жатыр, ошетін тігіп алады. Осыманан біз қазір примерка жасаймыз көйлек шапанымызды. Примерка жасаған кезде бұл жерде бізде артық жайы бар. Сол артық жайын аламыз. Міне киіп тұр. Бұлайша нормальный тұрған сияқты, бірақ қолтық асты кең болғанға ұқсайды. Қазір міне арт қарағанда әзір көресіздер. Міне қолтығын асты, мына жер қалталанып тұр. Сол жерден 2 сантиметрден белге шейін сызып тігіп алып тастаймыз. Міне қазір көрсетеміз. Мінекей осылай осы жерден алып тастаймыз. Міне примеркадан кейін бұны қайта сөгіп, біз қалталарын орналастырамыз қыздар.
бұл әшейін жай примерка. Примеркадан кейін уже сіздер қалтасын, арт жағына тігетін құрақтарын бәрін тігіп шығасыздар. Біз сырған шапанымызға салып астар пішіп алғанбыз. Қазір осыны біз тігіп көреміз. Жең былай алып қоя тұрамыз да, қазір біз осыны екі бүктеп, мына шапанымыздың несінен артық болған, соны осы бұрышқа қойып, қазір алып тастаймыз. Өйткені үлкен болып қалуы мүмкін. Екеуі бірдей болу керек, астарымында шапанда. Мінекей осылай қырқып алып тастап, қазір бұны ашып, алдыңғы бетін қоямыз да тура шапан сияқты тігеміз. Қыздар, мұқият қарасаңдар өте ыңғайлы. Мына артық болған себебі, бұл қызым артына да үш қосып қойған сияқты, сол себептен бізде шапанында арқасы өте үлкен болып тұр. Сол үшін солай болған. Соны енді біз астарынан да 3 сантиметр, алдынан да 3 сантиметр алып тастадық. Енді тура солай тігіп шығамыз. Қазір міне жерден алдын қойып, подбортын кесіп аламыз осылай. Тура осылай подбортын алдыңғы шапанның алдын қойып, соған төсеп қырқып аламыз. Тура алдына ұқсайды. Қазір мұқият қарасаңыз, етек жағына 10 сантиметрдей кеңдік бердік, мына жоғар жағына үлкендеу қылып ала береміз. Мінекей осылай кесіп, әзір алды 8 сантиметр, мінекей сызып қойғанбыз. Мына иығынан 4 сантиметрдей артық қалу керек. Міне осылай подбортта пішіліп шықты. Міне примеркадан кейін біз қайта сөгеміз да, енді біз осы жерлерге қалталарын саламыз. Қалта тігу үшін міне астарын тігіп аламыз. Ана кішкентай жерден ашылды. Қазір осыны мына қолтық жағымызға қойып, белден 10 сантиметрдей түсіріп, осылай қойып, бірдей қылып қоямыз. Мына жанынан 2 сантиметр, 3 сантиметрде қалдырып, бұны осылай айландырып тігіп шығамыз. Мінекей осылай тігіп алып, екі жағында мұқият көріп, өлшеп істеу керек. Біз қыздар мұқият қарап, қалта қисық болмау керек. Осылай екі қалтасын қойып, бірінші тігіп аламыз. Мына жақтан тігіске қалдырамыз 1 сантиметрдей. Ана бұлай. Тура расчетін аласың. Мына араға шықтық, мына араға шықтық. Мына жерден тігетін жерлерің бәрін. Мінекей құрақтан қалта істеді, қолын салып көрсетіп жатыр. Мінекей екі жағында араға шықтығын бірдей қылып тігіп алды. Және де міне арт жағына, арқасына, жауырыннан сәл төменірек жерге, бұл жерге де осындай құрақ құрап қойды. Сәндікке өте әдемі, сәнді болып шығып тұр. Міне көрсеңіздер, өте әдемі. Міне қазір жеңіне астарын қалай тігін көрсетемін. Мінекей құрағы дайын, астары да пішулі бізде дайын. Қазір осының бетіне қойып, жеңінің ұшынан бастап тігіп шығамыз. Мінекей осылай төсеп 1 сантиметрден осы жерін, мына жерін тігіп шығамыз. Мінекей осылай тігіп шығамыз. Қыздар, манжеттің ұшын тіктік, жеңнің аузын, енді міне артық жайларын осылай қырқып реттеп аласыздар. Бұл Айзада шебер курсындағы қыздардың өзіне шапанды қалай тігіп атқанын көрсеткенмін. Бұл жерде өте оңай, жаңа тәсіл, жаңа методикамен үйренесіздер. Ешқандай формула, конспекті мүлде жоқ. Үстіп әр сменде бір қыз, екі қыз оқиды. Қасында отырып, барлық жағдайларын түсіндіріп отырамын. Міне ортасынан бұлапқы шаншып, жоғары қарай, төмен қарай тігіп шығамыз. Инстаграмға тіркеліп алсаңыздар, сол Инстаграмда WhatsApp ссылкасы бар. Сол арқылы прямой маған шығып, сұрақтарыңызды қойып, оқиым десеңіздер, үйренем десеңіздер, сол үйреніп алуларыңызға болады. Мінекей осылай тігіп үйренесіздер. Қыздар, манжеттің ұшын тіктік, жеңнің аузын, енді міне артық жайларын осылай қырқып реттеп аласыздар. Бұл Айзада шебер курсындағы қыздардың өзіне шапанды қалай тігіп атқанын көрсеткенмін.
Бұл жерде өте оңай, жаңа тәсіл, жаңа методикамен үйренесіздер. Ешқандай формула, конспекті мүлде жоқ. Үстіп, әр сменде бір қыз, екі қыз оқиды. Қасында отырып, барлық жағдайларын түсіндіріп отырамын. Міне ортасынан бұлапқы шаншып, жоғары қарай, төмен қарай тігіп шығамыз. Инстаграмға тіркеліп алсаңыздар, сол Инстаграмда WhatsApp ссылкасы бар. Сол арқылы прямой маған шығып, сұрақтарыңызды қойып, оқиым десеңіздер, үйренем десеңіздер, сол үйреніп алуларыңызға болады. Мінекей, осылай тігіп үйренесіздер.